сіздерге бір нәрсе айтсам сенбейсіздер. Біздің негізі жасымыз 70-те, бірақ бір апта бұрын біз 18 жасымызға қайтадан оралдық. Бүгін Алматы аспанында 100 жылда бір келетін ерекше құбылыс ай тұтылу болады. Ей, тұрмайсың ба, кеңінің ауыз үзген түс болды ғой. Баба, осы сіздер мамамен қалай таныстыңыздар? О кезде жаспын ғой балам. Бір күні паркте кетіп бара жатсам, мамаңа бір 3-4 жігіт тиісіп тұр екен. Содан мен қызға көмектесу керек қой. Төртеуін төрт жаққа сұлаттым ғой. Қысқасы. Осы сенікі ғой дейме? Рахмет. Өтірік айтпашы, бәрі керісінше болған. Не істеп жатсыңдар? Ешқай жерің ауыр қалмады ма? Бәрі жақсы. Қоштасып жанардан жақұт бола, шұбатты кеп ақ жеңге уақыт бері. Қалай балам мынау? Мына астына тікілей деген керемет екен. Можды захват. Ремонтпен алсаңыз ақшаны қырушы едіңіз. Туылған күніңізбен. Туған күніңізден бап. Ой, балам, бұған несін әуре болдың? Ал шал, 70 жасың құтты болсын. Ой, рахмет, рахмет. Тілегенді тілегіңді. 70-ке деген қаптық. Өтіп жатқан заман ай. Ай, кемпір ай, енді қайтадан осы 18 жасқа келсек. Ой, сен де бір қайдағын айтады екенсің. Ей, не болды? Сен кімсің? Бұзаусы кім? Шал? Кемпір?